Саламатсыздар ма? Бүгін көңіл күйіміз қандай? Жақсы. Бүгін сабақта кім жоқ? Асқар? Барлығы бар екен, е? Олай болса, ең алдымен біз өткен сабаққа көз жүгіртейік. Өткенде қандай тақырыпқа келдік? Мақұлбек. Қорқыт ата кітабы және оның нақыл сөздері және де оның өмірбаяны туралы өттік. Жақсы. Яғни Қорқыт ата жайында сөз болған. Онда үй тапсырмасын қайталау үшін дұрыс және дұрыс әдісін назар аударамыз. Бірінші сұрақ. Қорқыт қай ғасырларда өмір сүрген? 8-9 ғасырда. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Қорқыт туралы аңыздар. Қорқыттың өлімге қарсы тұруы, Қорқыт күйі, Қорқыт сарыны, Қорқыт және қырық қыз. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі сұрақ. Қорқыт Жетісу өлкесінде туған. Дұрыс. Жоқ, қайтекен, е? Қорқыт ата кітабы 12 жырдан тұрады. Дұрыс. Қорқыт ата кітабы оқиғалары Алпамыс батыр, Қобыланды батыр жырындағы оқиғаларды еске салады. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Қорқыт әлем халықтарына ортақ ұлы ойшыл. Қате. Қорқыт ата кітабын зерттеген Қазақстанның жазушысы Қаныш Сәтбаев. Жоқ, дұрыс емес екен, е? Келесі сұрақ. Қорқыттың күйлері Елімай қалқымай, Қорқыт күйі Желмая, Арыстанбақ, Тарғылтана, Сарын, Башымай, Аққол. Дұрыс па? Дұрыс. Қорқыт мәңгілік өмір іздеуші, алғашқы қобыз жасаушы, философ, жиһангер, сәуегей, дана, жырау. Дұрыс. Жақсы, керемет, тамаша. Олай болса біз жаңа сабаққа көшейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қорқыттың нақыл сөздері. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Көркем шығармалардан алынған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Олай болса экранға назар аударып, мұқият тыңдаймыз. Қажетті жерлер болса түртіп алып жазып отырамыз. Қорқыт ата қазақ ойшылы, есі түркіге ұлтақты. Кітаптың кіріспесінде баян тұруынан Қорқыт ата дейтін білікті, сәуегей адам болыпты. Тәңірі пердесіне салған соң, оның барлық болжамдары қатесіз болған. Оғыз тайпаларында Қорқыт ата ең қиын деген мәселелерді шешкен деп жазған. Кітапта Қорқыт дананың ел аузында қалған нақыл сөздерін келтірген. Бір тағыларлығы осы нақыл сөздер түгелімен қазақ мақал мәтелдерінде бүгінге дейін айтылады. Мысалы, құмды қанша үйгенмен төбе болмас, қара есектің басына жүген таққанмен тұлпар болмас. Бұл нақыл сөздер қазақта күл жиылып тас болмас, күн жиылып бас болмас деп айтылады. Қорқыттағы тозған мақта боз болмас, ежелгі жау ел болмас деген мақал бүгінде сол күйінде айтылады. 18-ші ғасырда өмір сүрген Махамбет бір өлеңде Қорқыт атаның ізімен ежелгі жау ел болмас, етектен кесіп жен болмас дегені мәлім. Қорқытта ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Сондай-ақ ұл атадан көрмейінше үгіт алмас, қыз анадан көрмейінше білім алмас деп айтылса, бүгінде бұл мақал ата көрген оқ жонар, шеше көрген дом пішер, немесе ұяда не көрсе ұшқанда соналап деп айтылады. Жақсы, тамаша. Онда оқулықтан 20-ші бетке назар аударайық. Бір бет уақыт берем. Нақыл сөздерді көз жүгіртіп мұқият түсініп оқып шығамыз.
Жақсы, олай болса, бірінші қатарда кім айтады? Тақут айтады. Қорқыт атаның ана туралы нақыл сөздері. Ана ердің серігі, батырдың бағдаршысы, ұрпақтың ұлы анасы. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағлым алмаған ұл жаман. Ана көрмеген қыз ақыл айтуға жармас, әке көрмеген ұл сыйға жармас. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Ақ сүтін тоя емсе, ана көріпті. Қыз анадан көрмесе үлгі алмас, ол атадан көрмейінше үлгі алмас. Тамаша, екінші қатардың Диляза жауап. Тілі тәрбие туралы нақыл сөздер. Ақылды балада ата дәулетінен қайыр жоқ. Өзінен ол тумаса, ол саған өге болады. Қанша бағып қаққанымен ер жетіп, ат жалының ұстағаннан кейін өсіп кетеді. Тіпті сені тәрбиелеп деп те айтпайды. Келесі, үшінші топтан кім айтады? Ален айтады ғой. Тұрмыстық қажеттіліктерге байланысты нақыл сөздер. Ер жігітке қара таудай мал бітсе, жияр, көбейтер, талап етер. Бірақ несібесінен артығын жемес. Мыңғырған мал жиғанмен адам жомарт болмайды. Ондай бала ел басын құрап, үйіне дәм беруге де жарамайды. Баба малынан не пайда, баста дәулет болмаса. Есекке қанша жеген салғанмен ат болмас. Тәкаппарды тәңір сүймейді. Өтірік сөз өге баспайды. Өте тамаша, жақсы орында. Осы оқушыларымызға баға берейік. Серужан, кәне. Бірінші топқа баға берейікші. Бірінші қатардағы Ақботаның айтқан нақыл сөздері ойға қонымды, жақсы, түсінікті болды. Өте тамаша. Келесі Ақбота, екінші топқа баға беріңіз. Екінші қатардан Дилназ нақыл сөздері Аяқты. жақсы жеткізе білді. Бірақ не болды? Азығының ұлытты, кішкене бірақ та оның мағынасы нақыл сөздерге сай болды. Жақсы. Келесі Назира. Аннеге баға беріңіз. қатардағы аннек сұраққа нақты жауап берді. Толық жауап бере алды. Жақсы. Тамаша. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма нақыл сөздерді мұқият оқып, тақырыбына қарай сәйкестендіреміз. Жаңа тақырыптарды қарадық қой. Дариға келе ғой. Нақыл сөздер. Көңілі пасық ерде дәулет болмас. Тақырыбында тәлім-тәрбиеге байланысты қанатты сөздерге жатады. Мәңгі бақи өлмейтін ұмытылмас нәрсе адамның өмірінде істеген игілікті ісінің нәтижесі. Өмір мен өлім туралы қанатты сөздерге жатады. Есекке қанша жүген салғанмен ат болмас. Тұрмыстық қажеттілікке байланысты нақыл сөздер деп ойлаймын. Құстың қанары жерін су білер, малдың барар жерін ну білер. Туған жерге елге арналған қанатты сөздерге жатады. Анасыз қыз ақылға жармас, әкесіз ұл сыйға жармас. Ана туралы нақыл сөздерге жатады. Жақсы, тұрағы. Кім баға береді? Және баға береді. Мен Дариғаның нақыл сөздері мен тақырыптарды өте дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын. Жақсы, тамаша, жақсы сәйкестендірді. Келесі тапсырма. Мұнда Қорқыттың нақыл сөздері берілген. Яғни Қорқыттың нақыл сөздері қазірге дейін өзінің мәні жоғалған жоқ. Қазіргі қандай мақал мәтелдермен үндеседі? Соны табамыз. Кім? Кәне. Айгүл келе. Оқи қой. Мына нақыл сөз қазанадан көрмейінше үлгі алмас, ұл әкеден көрмейінше үгіт алмас. Қазіргі мақал мәтеліне сәйкес келеді. Әке көрген оқ жанар, ана көрген тауып жер. Өтірік сөз өрге баспайды. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген мақалмен үндеседі. Сауыттың қасиеті қылышпен ұрғанда көрінер, аттың қасиеті жаудан алып шыққанда көрінер. Аз қадір білмесең, ашаршылықты көрерсің, ат қадір білмесең, жаяушылықты көрерсің деген мақал мәтелмен үндеседі. Тәкаппарлықты тәңір сүймес. Тәкаппардың тәубасы қабыл болмайды. Жақсы, өте тамаша, жақсы мақал мәтелдер таптыңыз. Келесі олай болса сабағымызды қорытындылайық. Мынаны 5 сөйлем әдісі арқылы өз ойымызды түйіндейміз. Бірінші, Қорқыттың нақыл сөздерінің басты тақырыбы қандай?
Коркут не себепті осы тақырыпта төңірегінде сөз қозғайды? Нақыл сөздердің қазіргі замандағы өзектілігі қандай? Өз ойыңызды білдіресіз. Қорқыт нақыл сөздеріндегі мәселелер батырлық, ерлік, тәлім тәрбие, адамгершілік қасиеттері. Көптеген мәселелердің себептері халқының болашағы, адамгершілік құндылықтар, тәлім тәрбие мен салт дәстүрін құрметтеу. Жақсы, тамаша. Олай болса, сабағымыздың соңына келдік. Бүгінгі сабақ бізге не берді? Қалай түсіндік? Өте жақсы түсінсек, жоғарғы бірінші сатыға қоямыз. Орташа түсінсек, ортаңғы сатыға қоямыз. Көзілдерімізді. Әрі де сұрақтарымыз бар болса, үшінші сатыға өз стикерлерімізді жапсырамыз. Мында. Кәлі, қалай түсіндік сабақта? Жақсы, сонымен бүгін оқытар. Біз Қорқыттың нақыл сөздеріне тоқталдық. Қорқыттың нақыл сөздерінің қандай тақырыптар ой қозғағанына сөз болды. Сонымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.